Сәлем қыздар, мен бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын өте керемет қытырлақ чипсидің рецептімен бөлісетін боламын. Күшті. Ең алдымен картошкаларымыздың қабығын ашып, осылай теркамыздан өткізіп аламыз. Бізде осындай жұқа болуы қажет, немесе пышақпен осылай жұқалау етіп кессеңіздер болады. Өзіңізге қайсысы ыңғайлы, солай жасасаңыздар болады. Мен теркадан өткізіп алдым барлығын. Келесі осылай салфеткамызды жайып, туралған картошкаларымызды орналастырып шығамыз. Картошкамыздың суы сырғып, кептіріп алуымыз үшін оның үстінен тағы да бір салфеткамызды алып, үстінен осылай басып, суын сырғытып аламыз. Біздің картошкаларымыз қуырылуға дайын. Бір ыдысқа салып алып, алдын ала қызып тұрған майымызға қуырып аламыз. Бір 2 минуттай қуырып болғаннан соң, келесі бетіне аударамыз. Осылай барлық картошкаларымызды пісіріп аламыз. Картошкаларымыз пісіп шықты. Осылай салфеткамыздың үстінен орналастырамыз. Біздің чипсиларымыз дайын. Үстінен дәміне қарай тұзымызды және өзіңіздің қалауыңыз бойынша әртүрлі приправаларды сепсеңіз болады. Осымен біздің өте дәмді үй жағдайында дайындалатын чипсимыз дайын. Өте қытырлақ болып шығады. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.